Қазақтелеком акционерлік қоғамы Ақтөбе облысының 70%-ын телефон байланысымен қамтыды. Бүгін аймақта VLL CDMA желісін құру жобасының екінші кезегі аяқталды. Бұл жоба елбасының ел мекендерді телефондандыру жөніндегі тапсырмасы бойынша жүзеге асырылуда. Жарқын Қалдығұлов Шәмші Қалдаяқов ауылына 35 жыл бұрын қоныс аударыпты. Осында мал өсіріп, егін салып, шаруасын дөңгелетіп отыр. Телефон байланысы ауадай қажет. Өйткені балалар қалада. Аудан орталығы осы жерден 80 шақырым. Сондықтан байланыс бізге өте тиімді дейді ауыл тұрғыны. Халыққа жақсы. Жағдаймен болса да звондайды. Интернетке қосуға болады. Интернетке де шығып жатырмыз. Шаруа тез шешіледі енді. Әрине пайдалы. Шәмші ауылында 350 түтін, яғни 1600-ден астам тұрғын бар. Мұнда осыдан 3 жыл бұрын кабельді байланыс желісі тартылған. Қазір ауылдағы 200 кабельді, ал 150-і сымсыз байланыс желісіне қосылды. Тұрғындар ғаламторға да қол жеткізіп отыр. Бұл жоба цифрлық стандарт. Сөйлесу сапасы да жоғары. Бұрынғыдай сым, кабель тартпаймыз дейді жобаны іске асырушылар. Бұның ең тиімділігі шығыны өте аз, тез жабдықты қойып, тез қосуға мүмкіндік біз алдық. 100% 2013 жылға дейін, тағы да ол үшін біз қосымша 15-18 базалық станция қоюға тиістіміз. Ауылдық жерлерге CDMA технологиясын енгізе отырып, телекоммуникация желілерін дамыту одан әрі жалғасады. Қазір 48 базалық станция іске қосылды. Жобаның екінші кезегі аймақта жақсы нәтиже беріп отыр. Облыстағы 12 ауданның 284 елді мекені жаңа технология бойынша байланыс желісінің қызметін пайдаланады. Ал қалған ауылдарды 2013 жылға дейін толық қамтуды жоспарлап отырмыз дейді компания өкілдері. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Хабар агенттігі, Ақтөбеден. Құрастыру зауыты арасында екі жақты ынтымақтастық жөнінде келісімдерге қол қойды. Қазақтелеком акционерлік қоғамы Ақтөбе облысының 70%-ын телефон байланысымен қамтыды. Бүгін аймақта VLL CDMA желісін құру жобасының екінші кезегі аяқталды. Бұл жоба елбасының ел мекендерді телефондандыру жөніндегі тапсырмасы бойынша жүзеге асырылуда. Жарқын Қалдығұлов Шәмші Қалдаяқов ауылына 35 жыл бұрын қоныс аударыпты. Осында мал өсіріп, егін салып, шаруасын дөңгелетіп отыр. Телефон байланысы ауадай қажет. Өйткені балалар қалада. Аудан орталығы осы жерден 80 шақырым. Сондықтан байланыс бізге өте тиімді дейді ауыл тұрғыны. Халыққа жақсы. Жағдаймен болса да звондайды. Интернетке қосуға болады. Интернетке де шығып жатырмыз. Шаруа тез шешіледі енді. Әрине пайдалы. Шәмші ауылында 350 түтін, яғни 1600-ден астам тұрғын бар. Мұнда осыдан 3 жыл бұрын кабельді байланыс желісі тартылған. Қазір ауылдағы 200 кабельді, ал 150-і сымсыз байланыс желісіне қосылды. Тұрғындар ғаламторға да қол жеткізіп отыр. Бұл жоба цифрлық стандарт. Сөйлесу сапасы да жоғары. Бұрынғыдай сым, кабель тартпаймыз дейді жобаны іске асырушылар. Бұның ең тиімділігі шығыны өте аз, тез жабдықты қойып, тез қосуға мүмкіндік біз алдық. 100% 2013 жылға дейін, тағы да ол үшін біз қосымша 15-18 базалық станция қоюға тиістіміз. Ауылдық жерлерге CDMA технологиясын енгізе отырып, телекоммуникация желілерін дамыту одан әрі жалғасады. Қазір 48 базалық станция іске қосылды. Жобаның екінші кезегі аймақта жақсы нәтиже беріп отыр. Облыстағы 12 ауданның 284 елді мекені жаңа технология бойынша байланыс желісінің қызметін пайдаланады. Ал қалған ауылдарды 2013 жылға дейін толық қамтуды жоспарлап отырмыз дейді компания өкілдері. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Хабар агенттігі, Ақтөбеден.